Рахмет, біріншіден дайындық енді 3-4 айдай болды ауылда. Өзімде дайындалдым. Ержан Қайрат ағаймен өзім жеке бапкермен дайындалдым. Содан кейін оқу жаттығу тағы Ақтауда өткіздік. Өзі Досан Батырға, Маңғыстау сборымен бірге тағы ол кезеңдерде бір айдай дайындалып өттік. Сосын алға қарата енді арата салмақ болып Алматыға жеттік. Сапенен танитын жақсы болған. Жеңіске жету үшін бардық. Аллаға шүкір жеңіске жеттік. Сол үшін аянбай тер төктік, еңбек еттік. Енді Аллаға шүкір жеңіске жетіп келе отыр. Айтады ғой. Қиын енді оны жеткізе алмаймын шыны керек. Қуанышты енді бәрі еңбек тердің ақталғанына шүкір, ағайлардың үмітін ақтағанына шүкір. Отбасымның күтіп отқан адамдардың сенімін ақтап, сол үшін енді үлкен қуаныш. Бұйырса айлармен ақылдасып, ары-қарата бойлар жалғастырып, бұйырса енді онымен тоқтап қалмаймын деген сенімдеміз. Ары-қарата өсе беруге, бұйырса иншалла. Барлығымен жұдырықтасуға дайынмын, өз салмағымдағы. Бұйырса иншалла оған да жетеміз деген ойдамын. Осы жолда жүрген соң басқа дәл солар мақсатпен жүреміз ғой барлығымыз. Жақсы, рахмет, сәттілік.